Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен сіздермен бірге сочный болып шығатын беляшиді әзірлейтін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар, және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай таза ыдысымызға сүт құйып, оның үстіне су құйып, одан кейін дрожж салып, бір қасық шай қасықпен қант қосып, шым-шым тұз салып, осылайша барлығын араластырамыз, және де оның үстіне осылай ұнымызды себелейтін боламыз. Мен сеткіден өткізіп, осылай ұнды қостым. Енді жайлап барлығын араластырамын. Бұл жерде ұн аздау болғандықтан тағы да үстіне ұнды қазір себелейтін боламын. Мінекей осылайша үстіне себелеп отырып, жұмсақ қамырды илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын, қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа қамырды илеп аламыз. Үстіне сұйық май құйып, тағы да жақсылап қолдың күшімен бастырып, 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Осылай қамырымыз көтерілгенше бетін жауып, 1 сағат, 1,5 сағат осылай қойып қоямыз. Енді мен салмасын дайындайтын боламын. Сиырдың фаршы, оған жуа қосып, жуамызды майдалап турап, одан кейін паприка салып, қасықтың ұшымен шым-шым тұз салып, содан кейін қара бұршымызды қосып, қасықтың көмегімен араластыратын боламын. Тұзы, бұршы барлығы жақсы сіңгенше осылай қасықтың көмегімен әбден араластырып аламын. Мінекей, салмасы да дайын болды. Енді манаға қамырымыз көтерілді. Өзімізге ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Неге барлығын осылай кесіп, дөңгелек қылып дайындап аламыз алдын ала. Содан кейін тағы да бір 10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Сол кезде қамырымыз көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Енді оқтаудың көмегімен қамырымызды осылай жан-жағын жайып, ортасына начинкасын салып, және де осылайша бүріп түйетін боламыз. Мінекей, өте оңай
және де керемет дәмді болып пісетініне сенімдімін. Сондықтан сіздер де дайындап көріңіздер. Барлығын айналдыра отырып, осылай басын біріктіріп, ортасын осылай қосып, дөп-дөңгелек қылып, осындай формада шығарамыз. Неге барлығын жасап болдым. Енді түсінікті болу үшін соңғы қамырды сіздерге тағы да бір көрсетіп жіберейін. Неге енді барлығын түйіп болдық. Енді осыны біз орташа отта қызып тұрған майға шетінен салып, осылай қуырып аламыз. Екі жағын бірдей алма кезеп қызып тұрған майға қуырамыз. Мінекей, өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, өте әдемі болып, қызарып, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды, үй іштеріңізді қуантыңыздар, және де менің рецептім ұнап жатса, қолдау білдіріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып қойсаңыздар болады. Келесі видеода түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.